Ғылымды дамыту елдің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың негізгі бағыттарының бірі. Қазіргі әлемде ғылымсыз бір қадам алға баса алмайсың. Президент жолдауында да алдағы 10-15 жылда ғылыми қамтымды экономикалық база жасауымыз керек. Онсыз біз әлемнің дамыған елдері қатарына қосыла алмаймыз. Мұны дамыған ғылым арқылы шешуге болады деп атап өтті. Қазіргі таңда Қазақстан ғылымына мемлекет тарапынан үлкен қолдау көрсетілуде. 12 сәуір еліміздегі ғылым қызметкерлері күніне орай білім ордамызда жыл сайын атап өтілетін ғылым Маңғыстау өңірінің тұрақты даму негізі атты ғылым айлығы өтті. Ғылым айлығының ашылу салтанатында университет ғалымдарының ғылыми жетістіктерін насихаттау мақсатында гранттық қаржыландыру негізінде іске асып жатырған жобалар, университет ғалымдарының ғылыми еңбектері монографияларының көрмесі ұйымдастырылды. Салтанатты шара одан әрі инженерлік факультетінің ұйымдастыруымен өңірдің өндіріс саласына еңбегі сіңген геолог ардагерлері және қазіргі таңда өлке өндірісінде белсене еңбек етіп жүрген жұмыс берушілер, мұнай компаниялары, қазгзи басшылары мен университеттің профессор-оқытушылар құрамы, білім алушылардың қатысуымен Қаныш Сәтбаевтың мұрасы және ұлттық ғылым жүйесі тақырыбында дөңгелек үстелмен жалғасты. Отандық ғылымның әлеуетін көтеру, ғалымдарға барынша жағдай жасау арқылы жүзеге асатынын ескере отырып, университетіміздің ғылым саласында белсене еңбек етіп жүрген ғалымдарды және жас ғалымдарды ынталандыру қолдау мақсатында үздік жас ғалым және үздік ғылыми қызметкер байқаулары өткізілді. Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігінің гранттық қаржыландыру жобасы аясында жарияланған Қазақстанның халық жазушысы, мемлекет және қоғам қайраткері Әбіш Кекілбайұлының 3-ші жыр жинағы Дәурен кешкен кітабының таныстырылымы өтті. Ғылым айлығы аясында өткізілген шаралары барысында білім алушылар да тыс қалмады. Жастар арасында ғылымға жаңаша көзқарас қалыптастыру, қызығушылығын арттыру мақсатында өнер тапқыштар және олардың өнер табыстары студенттік ғылыми жұмыс байқауы техникалық және гуманитарлық бағыттар бойынша өткізілді. Білім алушылардың білім, ғылым және таным көкжиегін кеңейтуге үлес қосатын шекарасыз ғылым студентаралық интеллектуалдық сайыспен жалғасты. Шекарасыз алынған сапалы білім шексіз мүмкіндіктерге жол ашатындығын тағы бір рет дәлелденді. Университетімізде студенттер, магистранттар және жас ғалымдарға арналған Есенов Youth Forum мотивациялық еркін форматта өткен форум Қазақстанның ғылыми қоғамдастығындағы жас ғалымдардың мүмкіндіктері мен перспективаларын анықтауға, сондай-ақ Қазақстандағы жастардың ғылыми қызметін одан әрі дамыту жолдарын іздеуге бағытталған. Жас ұрпаққа ой салар дүниелер айтылды. Тың ақпараттар жастарға серпін берді. Геология және қазба байлығын зерттеуге негізгі еңбектерін арнаған өнеркәсіп инженерлердің жаңа буын тәрбиелеуде ұстаздық етіп, бәсекелестік бәйгесінде шәкірттерін шыңдап жүрген экология және геология кафедрасының профессоры, халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі, геология, минералогия ғылымдарының кандидаты Қожа Ахмет Қосарбай Әбдірахманұлының мерейлі 70 жасқа толуына арналған ғалым жолы даналыққа баспалдақ атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясы өтті. Ғылым айлығында Skills Technology Foresight жобасы аясында энергетика, құрылыс, көлік және логистика салалары бойынша Foresight сессия өтті. Жоба Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің гранттық қаржыландыру негізінде жүзеге асуда. Ғылым айлығы барысында өткізілген ең ауқымды шараның бірі Есенов университеті Қазақ-неміс тұрақты инженері институты және Қазақ-неміс университеті ұйымдастыруымен Ақтау диалог Green Hydrogen халықаралық форум өтті. Шараға қазақстандық және неміс ғалымдары қатысты. Сарапшылар жасыл сутегі өндірудегі әлемдік тәжірибе мен озық технологиялар талқылады. Ақтау диалог Green Hydrogen жұмысы жасыл сутегімен байланысты мәселелерді ақпараттандыруды дамытуға және іс-қимылдарды жандандыруға бағытталған. Қазақстанда жасыл сутегі саласының табысты дамуын қолдау мақсатында саясаткерлер бизнес және ғылым салаларында білім алмасуға және байланыс орнатуға ықпал етті. Университет абыроймен беделі оның ғылыми жетістіктеріне тікелей байланысты. Сондықтан сіздерге ғылым жолындағы еңбектеріңізге табыс, жаңа ғылыми жаңалықтар мен жетістіктер тілейміз.